Екі көзі бар, бірақ бір көзіне солып қалған. Қазір барлық жерде бір көзді не қылып жатыр? Хит қылып жатыр, реклама қылып жатыр. Адамдардың миын әдемілеп дайындап беріп жатыр ғой. Ертең бір көзді бірдеңе болып жатса, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бұл табиғи нәрсе деген сияқты адамдарды дайындап жатыр. Ол сендердің раббыларыңмын деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ сендердің раббыларың одан пәк дейді. Қараңыздар. Оның бір көзі бір хабарда оң көзі дейді, екінші хабарда сол көзі дейді. Қалай болса да бір көзі солған жүзім сияқты дейді, андай қалай ақ біткен көз сияқты ғой, бір көзі ақ біткен көз сияқты. Сондай жалпақ адам дейді, қызыл өңді, хадистерде келген, маңдайында кәфір деген жазуы бар дейді. Ана қарасаңшы, соған дейін айтып кеткен ғой, шатасып қалып жатсыңдар. Оны әрбір сауаты бар адам, сауаты жоқ адам оқи алады дейді. Көрдіңіз ба? Маңдайындағы кәфір деген жазуды оқи аласыз да. Сөйтіп ол келеді дейді. Жердің бетінде 40 күнге ғана келеді дейді. Болды. 40 күнде бұл үмметтің ең көбін тозаққа солап кетеді дейді. Бірінші күні бір жыл сияқты болады дейді. Екінші күні бір ай сияқты, үшінші күні бір апта сияқты, төртінші күнінен бастап сендердің күндерің сияқты болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни ол кірмеген жердің бетінде қауым болмайды. Жылдамдығы нөсерлеп жауған жауынның жылдамдығындай дейді, естіп отырады дейді. Сондай нәрсені беріп қойған Алла тағала артына бүкіл дүниенің хазаин дейді ғой, жаңағы қазыналарын ілестіріп қойған дейді артына. Суы да, көлі де, шөбі де, малы да артында ілесіп жүреді екен. Ол шығатыннан бұрын жердің бетінде өйткені жұт болады дейді. Қараңыздар. Адамның әлсіз жерлерінен ұстап алады да бұл. Қауымға келеді дейді. Қауымға келеді, жұт болып жатқан қауымға келеді екенде, егер де мені Құдай деп иман келтірсеңдер, көктерінен жаңбыр жаудырам деп айтады екен. Жерден шөп шығарып, малдарыңды көбейтіп берем деп айтады екен. Сонда ана қауымға көкке бұлтты шақырып, жаңбыр жаудырып, жерден шөпті шығарып, малдарын көбейткен кезде, сен Раббымызсың деп қауым түгел иман келтіреді дейді. Қауым. 3-4 адам емес, малы жоқ. Адам аш болған кезде бар ғой, аш болсаң өз-өзіңе ұқсамайсың деген сол. Аш болған кезде адам, тарыққан кезде адам барлық нәрсеге бара береді. Сіздер білесіздер ма, тарих кітаптарында жазған, мынау ашаршылық біздің елдегі кешегі болған қолдан жасалған ашаршылықтың кезінде баласын жеп қойғандар бар, баласын. Өзің балаңды өзің жей аласың ба? Аман қалу үшін өзінің баласын қуырып асып жегендер бар, сорпа қылып ішкендер бар. Адам өзінің баласын өзі жей ала ма негізінде? Жоқ. Бірақ тірі қалып қою үшін адамдар сондай нәрсеге барған. Көрдіңіз ба? Сол аштықтың, жұттың кезінде келіп, аналар қарсы адамның әлсіз жерінен ұстап алып тұрған. Кейбір қауымдардың ішіне кіріп, қабірлерге барып, әке-шешелерін тірілтіп береді дейді хабарларда. Көрдіңіз ба? Әке-шешелерін тірілткен кезде, міне бүгін сенің Раббымыз екендігіне тағы да көзім жетті деп айтады екен жаңағылар. Сондай дәджал деген бұл өтірікші деген, кәззап деген, қазақшаға аударғанда. Айтатынның бәрі